Таразда әйел екі баласын 5-ші қабаттың терезесінен лақтырып жіберді. Бұл туралы Бақ.кз тілшісі хабарлайды. Жамбыл облысында әйел екі баласын 5-ші қабаттың терезесінен лақтырып жіберген. Қайғылы жағдай Төле би даңғылы бойындағы жатақханалардың бірінде болған. Белгілі болғандай, 36 жастағы әйел 2021 жылы туған қызын және 2023 жылы туған ұлын терезеден лақтырып жіберген. Екі бала да тірі қалған және жедел түрде Жамбыл облыстық көп салалы балалар ауруханасына жеткізілген. Қазіргі уақытта балалар жансақтау бөлімінде жатыр. Осы дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Екі кәмелетке толмаған бала ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттерінің кешені жүргізіліп жатыр. Жан-жақты әрі объективті тергеу нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына қатаң сәйкес процессуалдық шешім қабылданатын болады. Қазақстан Республикасы Қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етуге жатпайды, деп хабарлады Тараз қаласының полиция департаменті баспасөз қызметі. Қадірлі көрермендер, мұндай жаңалықты оқу өте ауыр. Екі кішкентай баланың 5-ші қабаттан құлап, тірі қалғаны Алланың үлкен сынағы да, бір жағынан шексіз мейірімі де сияқты. Аллаға шүкір дейікші, балалар тірі екен. Бұл жерде ең бастысы балалардың амандығы. Қазір олар жансақтау бөлімінде, дәрігерлер бар күшін салып жатыр деп сенеміз. Ешбір бала бұндай жағдайды бастан кешпеуі керек. Осындай оқиғалар қоғамға бір сәтке тоқтап, біз бір-бірімізге қаншалықты көңіл бөліп жүрміз деген сұрақты қойғызады. Бұл жағдайды естігенде ашуға беріліп, бірден үкім шығару оңай. Бірақ мәселе тек бір адамның әрекетінде емес. Оның артында жиналған күйзеліс, денсаулық, отбасындағы жағдай, уақытында көрсетілмеген көмек тұруы мүмкін. Тергеу соның бәрін анықтауы керек. Бізге қазір сабыр сақтап, әділ шешімді күту маңызды. Ең бастысы, бұндай жағдайлар қайталанбауы үшін психологиялық көмекке, отбасы ішіндегі мәселелерге жеңіл қарамауды үйренуіміз керек. Қарапайым адамдар ретінде бір-бірімізге бейжай болмай, қиындықта жүрген жанды байқап, қолдау көрсету бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.